Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар демек. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа, турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда, қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Ит айдаһардың досы. Алақай, мен әлемдегі ең үздік қақпашымын. Ойын әлі біткен жоқ. Доп қайда? Ұшып кетті. Оны кім тауып әкеледі? Қақпашы қақпаны тастап алыстап кетуге болмайды. Доптарыңды мен әкеліп берейін. Сәлем, сен кімсің? Тобик, бері кел. Мұнда бір адам келе жатыр, жанында біреу бар. Турбозаврлар жасырыныңдар. Қайырлы күн, Степан ата. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Орманда көліктер тұрма? Қызық. Ал сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Оған футболды қалай ойнау керектігін түсіндіріп жатырмын. Тобик, бер кел. Бұл жерде қызықты еш нәрсе жоқ. Неге үре бересің? Одан да үйге қайтайық. Бүгін мал дәрігеріне баруымыз керек. Болды, олар кетіп қалды. Мұның не Анки? Тобикке доқ қалай ұнап қалғанын көрмедің бе? Несіне таңғалып тұрсыңдар? Араларыңдағы ең сұлу мен емеспін бе? Әй, тоқтаңдар, менше. Мұнаған қарасаңдаршы. Қанаттар, бұлшықеттер. Мал дәрігеріне барып келдіңіз бе? Тобик қайда? Қашып кетті. Қалай? Қалада мотоциклистің соңынан қуып кетті. Ізінен жүгіріп оны шақырдым. Бірақ ол сол күйде қайтып келмеді. Оны табуымыз керек. Әрине сендерге көмектесеміз. Күмәндарың болмасын. Бір нәрсе дегің келіп тұрма, Тор. Қалада көшелер өте көп. Тобикті табу үшін бөлінуіміз керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасың. Турбозаврлар алға!
Біз Тобикті таба алмадық, өкінішті. Енді ол жоғалып кетеді ғой. Ол тым кішкентай, ал қала тым үлкен. Естіп тұрсыңдар ма? Төменгі жақта сияқты. Құдық қақлап кеткен шығар. Буль, Тор, жерді қазыңдар. Анки, құбырды көтеруіңе тура келеді. Трак, сен абайлап Тобикті шығарып ал. Ал сен до, шамыңды жақ, барынша жарық болсын. Турбозаврлар алға! Бәрі бір нәрсемен шұғылданып жатыр. Тек мені ұмытып кетті. Мүмкін мен де бұйрық бергім келетін шығар. Тізе өрек. Абайла. Осылай дұрыс. Бері қараңдар. Тарихи сәт. Ит Айдақардың доса. Турбозаврлар. Саяхат. Не, тұратын уақыт болды ма? Біз қалаға бара жатырмыз. Бізбен бірге барасыңдар ма? Мен қалаға барам. Ешқашан барып көрмеппін. Ол жақта қызық дейді ғой. Болмай, Трак. Қалаға қалай барасың? Сен тым үлкенсің. Үлкен әрі өте азулы. Менде бір ой бар. Мүмкін емес деген сөз жоқ. Трак айдақарлар мұражайына арналған жәдігер сияқты болып, бізбен бірге бара алады. Алақай, мен мұражай жәдігері боламын. Я. Мүмкін қалаға жеткенше Трак өзі жүрсе де болатын шығар. Трак бос емес. Ол жәдігердің рөлін қайталап жатыр. Жалғастыра бер. Мүмкін бұлай тұрармын. Жүгіріп бара жатқандай. Жоқ, болмайды. Көзің онша емес. Мұның дұрыс болды. Жүре бер. Міне, мынау көлік жуатын жер. Егер ешкім болмаса, осынан су ішіп алуға болады. Ыстығанай, салқын судан сіміріп алса ғой. Қытығым келеді. Ой, қытығым келеді. Сәкен. Иә, жақсы екен. Тек көбік көп. Оң жаққа қараңдар, ол азық-түлік дүкені. Сол жаққа қараңдар, көріп тұрғандарың пошта. Ал мынау Бағдаршам. Пошта! Бағдаршам! Рахмет, достар. Сендер болмасаңдар, мына қаланы көре алмас едім. Тыныш! Мұнда жаңадан үй салып жатыр. Бүгін жексенбі, ол жерде ешкім жоқ. Бірақ ол жаққа бармаймыз, ол тым қауіпті. Мұражайға арналған жәдігер. Қолмен ұстамаңдар. Қытықтағаннан қорқама сонда. Мен еш нәрседе қорқпай.
Ата! Кешіріңдер, әдейі істеген жоқпын. Тәртіпсіздік. Сөйлейтін жәдігерлер адамдарға шабуыл жасайды. Шағымданам. Тек шығуға көмектесіп жіберіңдерші. Анки, бергелші өтінем. Кабинада ешкім жоқ. Ал кран қозғалып тұрма? Бір жағдай болған ғой. Қазір кран құлайды. Оған жол бермейміз. Анки, ілгекпен іліп ал. Тор, тіреуіш қой. Трак, оның құлап кетпеуін қадағала. Сер, жүкке бас көз қол. Турбозаврлар, алға! Абайла, Трак! Ескерткеніңе рахмет. Турбозаврлар, үш дегенде бәріміз бірге. 1, 2, 3. Жақсы жұмыс атқардыңдар, турбозаврлар. Үйге қайтайық. Тағы да шөлдеп кеттім. Мүмкін көлік жуатын жерге кірерміз. Қытығым келеді. Қытығым келді. Ой, қытығым келді. Қытығым ай. Турбозаврлар. Емдік өсімдік. Бұлай ше? Бұлай ше? Егер бұлай болса ше? Қап, енді оны қалай аламыз? Қалақай шағат. Әже, бұл жаман қалақайды қашан шауып тастаймыз? Ол жаман емес. Қалақай ең пайдалы емдік өсімдіктердің бірі. Мәссаған! Сонымен қатар қалақайдан көптеген дәмді тағамдар жасауға болады. Сорпалар, салаттар. Қалақай салатын жегім келіп кетті. Салат жасап беремін. Дүкенге барып келейін. Оған дейін балмұздақ жей тұрыңдар. Бірақ көп жемеңдер, тамақтарың ауырып қалар. Қалақай! Балмұздаққа қалақай сеуіп жесек қалай? Пайдалы ғой. Ал, Ханекей, әже жоқ кезде азырақ дәмін көрейік, е? Ал сендер қолдарыңды жудыңдар ма? Не? Балмыздақты асықпай жеу керек. Әйтпесе тамақтарың ауырып қалады. Қойсаңдаршы. Балмызда қойырыңдер. Ой! Мұнда не болып жатыр? Балмыздақтың дәмін көріп едік. Кішкентай бала бір шелек балмыздақ жеп қойыпты. Сөйтіп ауырып қалды. Менің құйрығым қалтырап бара жатыр. Әнеки, мен сендерді ескерттім ғой. Енді Ипполит екеуің ауырып қалдыңдар. Көмекке біреуді шақырып келейік. Ал сен бір жағдай болса, дереу көрпе жамылып ал. Ал біз оның аяғын не істейміз? Көрініп қалды ғой. Аяғыма қолдарының ұшында тигізбеңдер. Балапаным, саған бал қосылған шай алып келдім. Көзілдіргім қайда өзі? Онсыз еш нәрсе көрмеймін.
Баланың аяғы мұздақ қалды ғой. Тіпті көгеріп кетіпті. Ай, Бір аяқ, екі аяқ, үш аяқ, төрт аяқ. Мүмкін емес. Бір аяқ, екі аяқ. Уф, көзге не болса сол елестей береді екен ау. Тезірек жазылып кете ғой. Ыржия берме. Тоқта, түсінбедім. Сонда сендер бір шелек балмұздақ жеп ауырып қалды дейсіңдер ме? Егер зер ауырып қалса, ол ұшалмай қалады. Ой, мұны әжем көріп қойса, не болмақ? Тезірек үйге барайық. Турбозаврлар, алға! маған ауырған ұнап қалды. Бәрі саған қамқор болып, уайымдайды. Тағы бір аптадай ауыра тұрамын ғой деймін. Демек сен осылай ауырып жатыр екенсің ғой. Иә, досым, қатты ауырып тұрмын. Бәрі түсінікті. Зеруге жедел жәрдем шақырту керек. Сол да сөз баппа, қазір. Әй, не ойлағандарың бар? Мені қайда апара жатырсыңдар? Миллион жыл бұрын айдаһарлар қалақайды емдік өсімдік ретінде пайдаланған. Барлық ауруға ем дейтін еді. Қайдағы қалақай? Жоқ! Көрдіңдер ме? Айттым ғой, ауруы жазылып кетті. Ауру аяқ асты жазылып кетті. Табылды. Көзілдіргім табылды. Мінекей, енді бәрін анық көріп тұрмын. Ой, Ауру айдаһарды мазақ етуге болмайды. Турбозаврлар. Ең үздік шәкірт. Петя, үйге қандай тапсырма берді? Мен айдаһарлар туралы жоба дайындауым керек. О, ол оп-оңай ғой. Иә, әрине. Бірақ неден бастарымды білмеймін. Тоқтай тұр. Ойлап таптым. Қазіргі заманда айдаһарлар тіршілік ете ала ма? Дәл таптың. Тіршілік ете алатынын біз жақсы білеміз. Соны айтқым келді. Оларды телефонға, видеоға түсіруге болады. Табылған ой. Қызық. Бәрі қайда кетіп қалған? Әдетте мұнда тым құрғанда біреу болушы еді. Анаған қара. Зер! Ой, сәлем! Қалайсың? Не жаңалық? Жаңалық жоқ. Бәрі қайда кеткен? Ұйықтап жатыр. Демалыс уақыты. Сен неге ұйықтамай жүрсің? Ұйықтап тұрып алғанмын. Иә. Өкінішті. Мектепте берген жобамен жұмыс істеп жатыр едім. Маған көмек қажет. Нақты қандай көмек керек? Олар айдаһарларға лайықты бір нәрсе істесе деп едім. Сол сәтті видеоға түсіруші едім. Сонда біз кино жұлдыз боламыз ба? Соған ұқсас. Қазір бәрін жасаймыз. Сонымен, бәрің түсірілімге дайынсыңдар ма? Иә, дайынбыз. Петя, бізге нақты түсіндіріп айтшы, не істеуіміз керек?
бұрынғы кезде аталарың істеген әрекеттердің бірін жасаңдар. Бір-біріңмен төбелесесіңдер ме, ақырсасыңдар ма, ағаштарды құлатасыңдар ма? Ой, ол баяғыда ғой. Біз оның бірінде жасай алмаймыз. Жоқ, әрине. Біз Біз өркениетті өркениетті айдаһармыз. Иә. Шынымен де төбелесудің керегі жоқ қой. Өтірік төбелескендей қимыл жасай аласыңдар ғой, иә? Өтірік пе? Көңілді болатын шығар. Иә, қанекей. Керемет. Кім бірінші? Біз бірінші, мен және Анки. Ой. Әлі, керемет қой. Сонымен дайынсыңдар ма? Камера, бастаймыз. Бұларың не? Біз төбелеспейміз. Солай ғой, Зер. Жоқ, төбелесу деген ақмақтық. Сонда не істегілерің келеді? Білмеймін енді. Әдемі гүл шоқтарын жасай аламыз. Не? Енді ол онша қызық емес болады. Ойлап таптым. Билесек қайтеді? Иә, керемет қой, билегенді жақсы көрем. Мәссаған, бұл әлемдегі ең керемет жоба болады. Сыныптың ең үздігі атанасың. Иә, сендердің арқаларың ғой. Сен әлі біздің ең басты қимылымызды түсірген жоқсың. Ә? 1, 2, 3, 4. Турбозаврлар, алға! Иә, жұлдыз атанамын. Миллиондаған адам көреді. Оскар! Кішкентай мәселе туындап тұр. Бұл видеоны көрсетуге болмайды. Біз туралы ешкім білмеу керек қой. Ол туралы ойламаппыз ғой. Енді қайтсек екен? Бір жолы бар. Петя көргенінің, түсіргенінің бәрін сурет қылып салады. Зер, сен данышпансың. Білем. Турбозаврлар. Таңғаларлық. Қаланың маңындағы орманнан саяхатшылар айдаһарға ұқсайтын жануарды байқап қалыпты. Ақмақтық, ойлап таппайтындар жоқ. Бірақ әкелерің басқа ер адамдармен бірге орманға барып, әлгі белгісіз жануарды іздеп келеді. Турбозаврларға ескерту керек. Рахмет, әже. Әже, рахмет. Бүгін менің жанымда қал. Ботқаны тағы да тауыспай кетіпті. Олар мұнда жоқ. Тауып алмаған шығар. Тез тауып ала қоймас. Осында екенсіңдер ғой. Сендерді іздеп жүрсек? Не болды? Сендерді адамдар көріп қойыпты. Олар сендерді іздеп келмекші. Әзірге көрші орманға бара тұрсаңдар Қайда қайтеді? барамыз сонда? Біздің үйіміз осында. Мыңдаған жыл бойы осындамыз. Иә. Катя, үлкендерге айдаһарлардың қауіпсіз екенін айтсақ қайтеді? Бізге кім сенер дейсің? Сосын бұдан былай орманға жібермей қояды. Адамдар біз туралы білмеу керек. Ежелден бері жасырынып келеміз. Солай жалғастыра береміз. Мен түсіндім. Үлкендерді жортақ қорқытайық. Ойыншық айдаһар жасау керек. Ересектер ойыншықтан қорқады деп ойлайсың ба? Әлгі ағай оны шын айдаһар екен деп ойлап қалды деген шешімге Неге келеді. өйтпеске? Петя жақсы ойлап тапқан сияқты. Тоқта, бұл ойыншық шынымен де біреу-біреуді қорқытады деп. Сендер шынымен ойлайсыңдар ма? Саған не ұнамай тұр, Трак? Зиянсыз жануарға көбірек ұқсайды.
егер оны резеңкеден жасаса, онымен суға түсуге де болады. Басқа ұсыныстарың бар ма? Тиранозавр жасау керек. Неге? Неге? Міне тағы біреу. Қойыңдаршы, тиранозавр бола берсін. Қандай әдемі. Енді қорқынышты болды. Мені неден жасайсыңдар? Құлаған ағаштан әрине. Ормандамыз ғой, айналаға қараңдар. Сонда орманда тазарып қалады. Дұрыс, Катя, сен данышпансың. Құлаған ағаштан. Турбозаврлар алға! Қараңдар! Сен неге көмектеспейсің? Үлгі ретінде пайдам көбірек деді. Айнымаған мен ғой. Тиіспе, кет әрі, кет. Қорқынышты жануарды тауыпты. Орман алаңқайында тұр екен. Біреу ағаштан мүсін жасап қойыпты. Сөйтсе саяхатшылар оны айдаһар деп ойлап қалыпты. Әкең достармен бірге мүсінді қалаға алып келіп, алаңға орнатып қойды. Ойлағанымыздай болды. Тракқа көрсету керек. Оған ұнары анық. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.